Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең ақпанның 10-на арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Қаржылық аспект шығындарға қарамастан жағымды болады. Жалпы алғанда өмірдің материалдық жағы бір тәртіпте. Оған егде тартқан туыстарыңыздың сәтті іс-әрекеттері себін тигізеді. Салтанатты шараға қатысуыңыз ықтимал. Жұмыста ынтымақтастықта таңдау туады. Материалдық қызығушылыққа сүйене отырып, сіз бизнес саласында көп нәрсеге қол жеткізе аласыз. Мүмкін болатын сапарлар, отбасылық дәстүрлер шеңберінде саяхат болуы мүмкін. Өз қолыңызбен біраз шаруа тұрасыз, үй сатып алуыңыз мүмкін. Жалғыздық жаңа идеяларға, әрекеттерді дұрыс таңдауға және шығармашылық міндеттерді жүйелі алға жылжытуға ықпал етеді. Қаржылық тұрғыдан тәуекелге бел бууға талпынасыз. Ақша жасау тәсілі де барлық әрекетінің басты мақсаты болады. Жеке өміріңізге мұқият қараңыз, қатынаста үшінші адам пайда болуы мүмкін. Ынтымақтастық пен басқалармен кәсіби тәжірибе алмасуға қызығушылықтан тасыз. Өз жоспарларыңыз туралы ешкімге тіс жармайсыз. Басқалардан бөлек жүргеніңізді байқағандардың сізге деген ықыласы артады. Өмірдің материалдық жағы бар күшіңізді салғанда ғана жақсарады. Сіздің қазіргі қызметіңізге тіпті қарамайтын адамдар көмектеседі. Оны кездейсоқ адамдар деп айта алмайсыз. Жұлдыздар тек еске салатын ризашылықты ұмытпаңыз. Сізді үнемі қозғалыс, саяхаттау немесе ұзақ мерзімді демалу идеясы қызықтырады. Сезім жағынан аздап толғанасыз. Қазір бастысы кез келген нәрсені жайбарақат тәртіппен істеу. Қаржы жағы қолайлы. Ресми кеңселерге бару, құжаттарға қол қою, құжат алу мүмкіндігі күтілуде. Дәрігерге барып қаралғаныңыз артық болмайды. Туыстарыңызбен және достарыңызбен кездесулер сізге аздап ауыртпалық түсіреді. Бұлай диплом алуға, білім алуға қолайлы, жұмыс ауыстыруға да қолайлы. Салтанатты шараға қатысуы мүмкін, сыйлық алады. Көбісінің жеке өмірінде елеулі өзгерістер орын алады. Мұрагерлікке ие болуы да ықтимал. Кейбіреуі ата-ана атанады. Ортақ мақсат пен іс-қимыл бағдарламасының сәйкес келуі негізінде қызықты ынтымақтастық болуы мүмкін. Осы айдағы сапарлар сәтті, нәтижелі болады, ал қаржы жағы қатал бақылауда. Адамдар арасында, оның ішінде мерекелік шараларда жиі боласыз. Сізге ризашылық пен таңдану сөздері жиі айтылады. Тартымды боласыз. Романтикамен көбісі сізбен жақын сөйлескісі келеді. Кәсіби белсенділік және жағдайды бақылауда ұстау қажеттілігі көп ұзамай маңызды жетістіктерге әкеледі. Алайда денсаулықты естен шығармаңыз. Дәрігерге тексеріліп, аурудың алдын алу шаралары қажет. Сізді түсінетін адамдармен араласудан қуаныш табасыз. Бұрынғы сыныптас, көрші немесе ескі ғашығыңыз өзін еске түсіреді. Адамдар сізбен кездесуде өз мүддесін көздейді. Осы күндердегі байланыстарға назар аударыңыз. Қаржылық жағдайды жақсартуға керемет мүмкіндік бар, бірақ сонымен бірге ақшаны жоғалту қаупі де бар. Мерекені дәл осы жақын арада қолға түсіресіз, арманыңыз орындалады. Құжаттарға қол қою мүмкін, жылжымайтын мүлікпен мәміле жасау мүмкіндігі сәтті жүреді. Бұл ай күрделі ұзақ мерзімді тақырыптың соңғы сатысы болады. Егде жастағы туыспен қақтығысқа жол бермеңіз. Жеке қызығушылық аясында бірнеше сапарлар бар. Ақпанның 10-на арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».